Спасибо огромное вам за прекрасные слова. Бақытжан Байқадамовтың құрметіне ізет білдіріп, олардың достығын, Қытай мен Қазақстанның достығының символы ретінде сүйіспеншілікпен еске алайық. Теперь давайте расправим музыкальные крылья, пролетим по прекрасным мелодиям, почтим вместе память и вспомним с любовью о дружбе двух композиторов Сисинхая и Бахытжана Байкадамова, как символа китайско-казахской дружбы. Байқадамов атындағы мемлекеттік қор капелласы, бас дирижері, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Бейімбет Демеуов, назарларыңызға Бақытжан Байқадамовтың өңдеуіндегі Құрманғазының Ақпай күйі қабылдаңыздар. На сцене государственная хоровая капелла имени Байкадамова, главный дирижер, заслуженный деятель Республики Казахстан Бейімбет Демеуов. Следующее произведение в обработке Байкадамова Күй Құрманғазы Ақпай.
қайда кетті атты композициясы. Следующее произведение – композиция, которая прозвучала на 10-м китайском международном хоровом фестивале. Китайская песня «Куда улетело лето». Время. «16 девушек» Бахджан Байкадам.
Давайте поблагодарим государственную хоровую капеллу имени Бахаджана Байкадалова за блестящее выступление. Келесі кезекте тамашалайтындарымыз Тілеубек Қожанның орындауында Бақытжан Байқадамовтың әні «Сүйген сәулем». Следующим по программе выступит Тілеубек Қожанұлы с песней под названием «Возлюбленная», написанной Бахтиджаном Байкадамовым. Квартет үшін Бәкір Байқұновтың өңдеуіндегі Шен Шенхайдың Қазақстанда жазған қазақ биі шығармасы. Сисинхай. Казахский танец. Аранжировка и переложение для квартета Бакира Баяхунова.
Кезекте тамашалайтындарымыз Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласының орындауында Бақытжан Байқадамовтың өңдеуіндегі Жәлем Айтай, Ақсақ киік және Қытай әні Сағыныш. Государственная хоровая капелла имени Байкадамова представит произведение в обработке Байкадамова «Жарям Айдай», «Ақсақ киік» и китайскую песню «Тоска».
Спасибо Государственной хоровой капелле имени Байкадамова за блестящее выступление. Байкадамовтың мемлекеттік хор капелласына керемет орындау үшін үлкен рахмет. Қазір қысқа үзіліс жарияланып, 15 минуттан соң кешімізді қайта жалғастыратын боламыз. Үзілістен соң Шен-Шенхайдың Қазақстанда өмір сүрген кезде қазақ батыры Амангелді Имановтың ерлігіне шапқан жазған Амангелді атты шығармасы мен Шен-Шенхайдың ерекше еңбегі Қуанышлы өзен туралы кантатасын орындалады. Сейчас объявляется небольшой перерыв, и через 15 минут мы продолжим концерт. После перерыва будет исполнено произведение Амангельды, которое Шен-Шенхай написал, когда жил в Казахстане, и вдохновился подвигами казахского героя Амангельды Иманова. Также будет исполнено его знаковое произведение «Кантата о желтой реке». Аққу Сейсенбектің орындауында Шен-Шенхайдың «Ақбан» әні. Песня Шен-Шенхая «Февраль» в исполнении Аққу Сейсенбек. Ваши аплодисменты. Ай жүрегінің айнасы, және қазақ халық әні «Бұлбұл құсым». Приглашаю на сцену Махпал Казбек с прекрасной китайской песней «Луна, зеркало моего сердца» и казахской народной песней «Бұлбұл құсым». Oh
Уважаемые дамы и господа, следующая песня «Луна, зеркало моего сердца».
симфониялық оркестр сіздердің назарларыңызға Бакыр Баяхметовтың өңдеуіндегі Шен Шенхайдың Қазақстанда өмір сүрген жылдар жазған ең танымал туындысы Амангелді симфониялық формасын ұсынады. Далее симфонический оркестр Казахской национальной консерватории имени Курмангазы представит вашему вниманию самое известное произведение Сисенхая, написанное им во время жизни в Казахстане, симфоническую поэму Амангелді. Редакция и оркестровка Бакира Баяхунова.
жылдары Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрге тамаша өнер көрсеткені үшін алғысымызды білдіреміз. Спасибо симфоническому оркестру Казахской национальной консерватории имени Курмангазы за прекрасное выступление. Сен Шимхайдың Оққан өзен туралы кантатасын орындауға Бақытжан Байқадымов атындағы мемлекеттік хор капелласы мен симфониялық оркестрін шақырамыз. В заключение вечера поприветствуем Государственную хоровую капеллу имени Байкадамова и симфонический оркестр Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, которые исполнят композиции Сиксинхая «Кантата о желтой реке». Бүгінгі кешімізге арнайы келген Қытай Халық Республикасының Шен Шимхай атындағы консерваториясының бас дирижері Чаншин мырзаны сахна төріне шақырамыз. Приглашаю на сцену специально приехавшего гостя из Китая для участия в концерте главного дирижера консерватории Китайской Народной Республики имени Сиксинхая, господина Чан Синя. Сегодня они вместе исполнили самые классические пиратские кантаты о желтой реке, баллада о желтой реке, перейдите желтую реку, покажи свой яростный рев, желтая река. Бүгін олар білете отырып сіздерге Пан өзен туралы кантатасының нағыз классикалық үзінділерін орындайды. Пан өзен туралы баллада, Пан өзен қорғандар, қаһарлы көрініп көрсек, сары өзен. Пожалуйста, наслаждайтесь.
башкармасынын эки элдин дирижерлеринин бирлесе орындауынан кайрат алыңыздар. Разрешить произведение Байкадамова «Сумка США-С». В исполнении двух дирижеров, знак дружбы двух стран. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Дәлел Вашовке, Қытайдың Алматыдағы бас консулы Чанбый мырзаға, профессор Чаншин мырзаға, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бейімбет Теміровке және Бақытжан Байқадыров атындағы мемлекеттік хор капелласына және мемлекеттік академиялық симфониялық оркестріне алғысымызды білдіреміз. Благодарю внимание города Алматы, вице-заместителя Акима Тукаева Армана Уразбаевича, генерального консула Китая в Алматы господина Джан Бэя, Государственную казахскую филармонию имени Жамбыла, вице-директора, заслуженного деятеля Республики Казахстана Далел Уашеву, профессора Джан Сия, заслуженного деятеля Казахстана Бейімбету Демирову, артистам Государственной хоровой капеллы имени Бахчана Байкадамова и симфонический оркестр имени Курмангазы за подаренный нам музыкальный праздник. Сейчас просим наших дорогих гостей выйти на сцену для совместного фото с артистами. На этом наш концерт объявляется закрытым. Спасибо всем, что пришли.